Балалар, бүгін бізде математика пәні. Бүгінгі сабақтың тақырыбы белгісіз азайғышы бар теңдеуді шешу. Сабақтың мақсаты іріктеу арқылы қосу мен азайту амалдарының байланысы негізінде шешу. Қосу мен азайту арасындағы байланысты әріпті теңдеу түрінде көрсету және қолдану. Олай болса, балалар, бүгінгі сабақта бастамас бұрын психологиялық дайындық жасап алайық. Кәнекей, барлығымыз орнымыздан тұрамыз. Менімен бірге қайталаңдар. Амансың ба алтын күн, амансың ба көк аспан, амансың ба достарым, амансың ба қонақтар. Сабақты біз бастайық, білім құлпын ашайық. Жарайсыңдар, балалар. Отыра қойыңдар. Балалар, бұл тақырыпты мен сендерге алдын ала беріп қойған болатынмын. Солай емес пе? Иә! Олай болса, бүгін біз сабақта сендер сол тапсырманы қалай орындайтындарыңды тексеретін боламыз. Олай болса, мен қазір сендерге сұрақ қою арқылы үйдегі дайындықтарыңды көремін. Әкем неше бауырсақ пісірді деген тапсырма берген. Бірінші сұрақ: әпкемнің неше інісі және сіңлісі бар? Кім маған айтады? Бекасыл. 2 інісі, 1 сіңлісі бар. Өте жақсы. Олардың қолында неше бауырсақ бар? Інжу айта ғой. 3 бауырсақ бар, дұрыс айтасың. Үстелдегі тәрелкеде неше бауырсақ қалды? Кім айтады? Арслан айта ғой. 6 бауырсақ қалды, дұрыс. Әпкем неше бауырсақ пісірді? Еркенші айта ғой. 9 бауырсақ пісірді әпкем. Өте жақсы. Ал енді балалар, бұл тапсырмадағы берілген есепті қандай ережеге сүйеніп отырып шығардыңдар? Кім маған айтады ережені? Бенұр айта ғой. Белгісіз азайғыштарды табу үшін айырманың мәніне азайтқышты қосамыз. Өте жақсы. Жарайсыңдар, балалар. Яғни белгісіз азайғышты табу үшін азайтқышқа айырманы қосу керек екен. Ал балалар, бүтін нелерден құралады? Бөліктерден құралады екен. Жарайсыңдар. Олай болса, балалар, бірінші тапсырмамыз топ пен жұмыс. Яғни сендер сандық сәуленің көмегімен теңдеу шешесіңдер. Бұл тапсырмаға берілген дискретті сандық сәуле көмегімен теңдеуді шеше алады. Теңдеудегі белгісіз азайғыштың мәнін таба алады. Мен сендерге қазір топты жұмысты берілген тапсырмаларды таратып шығарайын. Кәнекей, топта жұмыс жасай қойыңдар. Кім шығарады? Барлығымыз бір-бірімізге көмек беру арқылы істейміз, тапсырмаларды орындаймыз, балалар. Қай топ бірінші бітіреді? Қолды көтеріп отырады. 7. Жақсылап шығара қойыңдар, балалар. Қай топ бітіреді? Қолды көтеріп отырамыз. Сол топ бірінші шығады. Үшінші топ біткен сияқты қолды көтеріп отыра тұрыңдар. Қалған топтарды көтеміз. Қолды көтеріп отырамыз. Отырамыз, қолды көтеріп. Екінші қай топ бітеді екен? Кәнекей, кім жылдам бітеді екен? Қолды көтеріп істейміз. Отырамыз. Екінші топ бітті. Бірінші топ. Бірінші топ біткендер ма? Үшінші топ. Шыға берейікші. Бенұр, кім шығады сендерден? Бенұр, келе ол. Кәнекей, балалар, үшінші топты не істейміз? Тыңдаймыз. Белгісіз азайғыштарды табу үшін айырманың мәніне азайтқышты қосамыз. D тең 7 қосу 13, D тең 20, 20 алу 13 тең 7 тең 7-ге. Өте жақсы. Балалар, кәнекей, үшінші топты бағалайықшы, қалай олар жауап берді? Бас бармақ арқылы
бағалаймыз. Неліктен олай бағаладыңдар? Дұрыс айтасыздар. Өйткені олар өте жақсы шығарды және өте жақсы не істеді? Түсіндірді. Енді екінші топ шыға қойыңдар. Екінші топты мұқият тыңдаймыз. Белгісіз азғыш табу үшін айырман мәніне азайтқышты қосу керек. Оқи ғой. С тең 4 қосу 14. С тең 18, 18 алу 14 тең 4. Балалар, кәнекей екінші топ дұрыс шығарды ма есепті? Қараңдаршы. Неліктен? Шатаспай шығарды және түсіндіре алды. Отыра қойыңдар, жарайсыңдар. Бірінші топтан кім шығады? Нұрлыхан келе ғой. Нұрлыхан, түсіндіре ғой есебіңді. Белгісіз азайтқышты табу үшін айырман мәніне азайтқышты қостым. А тең 11 қосу 8, А тең 19, 19 алу 8 тең 11, 11 тең 11. Өте жақсы. Балалар, қараңдар. Бірінші топтың жұмысын бағалайды. Өйткені олар жақсы шығарды. Және теңестірген екен, балалар? Бізде жаңа екінші топты тек қана теңестіруді ұмытып кеткен екен. Бірақ келесіде естерінде болады, отыра ғой. Ал енді балалар, дескриптор бойынша тексеріп қойыңызшы. Біз осы тапсырманы дұрыс орындай алдық па? Сандық сәуле көмегімен теңдеуді шеше алдық па? Теңдеудегі белгісіз азайғыштың мәнін таба алдық па? Жарайсыңдар балалар. Олай болса, келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырма балалар бізде кім жылдам әдісі арқылы өтетін боламыз, орындайтын боламыз. Яғни бұл бізде жеке жұмыс болады. Қазір мен сендерге барлықтарына тапсырма берілген қағазды таратып шығамын. Әр оқушы өздігінен орындайтын болады. Жылдам орындаған оқушы не істейді? Марапатталады. Сондықтан да балалар, қазір мен сендерге тапсырманы таратып шығамын. Барлығымыз қаламдарымызды алып, орындай қоямыз. Яғни бұл жердегі берілген суретке байланысты есепті істейміз, теңдеу есебін құрастырамыз. Құрастырып болған оқушы қағазын жоғарыға көтеріп отырады. Өзінің дайын екенін мен білетін боламын қазір. Ал бастадық балалар. Әрқайсысы өзі жеке орындайтын болады. Яғни дескриптор суретке қарап теңдеу құрастыра алады, белгісіз азайғышты табады. Кім бітсе, қарақты не істейді? Орындаған тапсырманы көтеріп отырады. Екі оқушы бітті. Тездетеміз балалар. Қай топтың оқушылары бітсе өткен? Тез-тез құрастырамыз. Бірінші топтан 3 оқушы біткен екен. Екінші топтан 1 оқушы. Аслан тездетеміз. Бірінші топтан 4 оқушы біткен екен. Ол үшінші топтан барлығы біткен екен. Онда үшінші топтан бастап бір оқушыдан түсіндіруді сұрайды. Қалғандарымыз балалар түсіріп өзіміздің немізде қарап отырамыз. Сол жауаптарымызға. Арсен, сен өзіңдікі түсіндіре қой. X алу 3 тең 7, X тең 7 қосу 3, X тең 10, 10
Бұны сен қай ережеге сәйкес орындадың? Белгісіз азайғышты табу үшін айырманың мәніне азайғышты қостым. Өте жақсы. Отыра ғой. Үшінші топ жақсы. Барлығы шығарды. Екінші топта кім жауап береді? Нұрислам айта ғой. X алу 3 тең 7. X тең 7 қосу 3. X тең 10-ға 10 алу 3 тең 7. Қандай ережеге сәйкес? Белгісіз азайғыш табу үшін айырманың мәніне азайғышты қосу керек. Өте жақсы. Бірінші топтан Бекасыл айта ғой. Бекасыл оқи ғой өзіңнің неңді. Қалай есепті шығарғаныңды? X алу 3 тең 7. X тең 7 қосу 3. X тең 10. 10 алу 3 тең 7. 7-7-ге тең. Қандай ережеге сәйкес орындады? Белгісіз азайғышты табу үшін айырмаға азайғышты қостым. Өте жақсы. Олай болса барлығын дұрыс шығарған сияқтысыз. Бірақ кейбір оқушыларда кішкене қиналып шығарған сияқты. Сондықтан барлығымыз берілген карточкаларды қоямыз орнына. Енді дискреттор бойынша тексереміз. Сендер осы тапсырманы орындай алдыңдар ма, жоқ па? Барлығымыз бері қараймыз. Суретке қарап теңдеу құрастыра алдық па, балалар? Белгісіз азайғышты таба алдық па? Жарайсыңдар. Арслан қоя сал, кимей ақ қой. Ал олай болса, үшінші тапсырманы орындаймыз. Үшінші тапсырма бізде топ пен лото ойыны ойнайтын боламыз, балалар. Яғни әр топқа берілген теңдеулерді жауаптары бойынша табуларың керек. Қазір мен сендерге тапсырмалар жабыстырылған қағаздарды таратып шығамын. Және бұл тапсырмаға берілген дискреттор белгісіз азайғышты табады, белгісіз азайғышты табады және жауабымен сәйкестендіреді. Бірінші топ, қазір мен сендерге несін беремін. Екінші топ және үшінші топ. Бірге топпен жұмыс жасай отырып, не істейсіңдер? Мынаның ішінде сандар бар, сол сандарды алып, есепті ойланып шығарып, не істейміз? Жабыстырамыз. Шығарамыз бірге, балалар, дұрыс шығаруға қайсы қай жерге есепті шығарамыз? Қай сана істейміз? Қай топ бітеді, қолды көтеріп отырамыз. Біткен топ қолды көтеріп отырамыз. Қай топ бітті? Екінші топ, бірінші топ бітті. Үшінші топ тездетеміз, балалар. Болдық па, үшінші топ? Үшінші топ болдық па? 20-дан 12-ні азайтқанда қанша болды сендер? Мына жақта тағы сандар қалып кеткен ғой. Болдық па? Олай болса, бірінші топтан кім шығады? Бекасыл мен Диана шыға қойды. Бекасыл және Диана келе қойғаннан айқын шығады. Ұстандар бір шетіне. Қайсың кім бірінші шығады? Диана оқы ғой, сен біз үшін. Белгісіз азайғышты табу үшін азайғыштан не істедің сен? Айырманы алдым. Сонда қай сан шықты? Қай сан шықты сонда? 4 саны шықты. Бекасыл айта ғой. Белгісіз азайғышты табу үшін азайғышқа айырманы қостым. Қостың ба? Қостың ба не бұл жерде? Алдым. Сонда қай сан шықты? 7. 7. Оқи ғой сандарыңды.
10 қосу 7, тең 17. Қараңдар балалар, 15-ке 4-ті қоссақ, 15-тен 4-ті алсақ, 11 қала ма? Дұрыс. 10-ға 7-ні қоссақ, 17 болады ма? Кәшкемді бағалайықшы, басқармаға арқылы. Дұрыс ба? Бинұр, кішкене не істеді олар? Қалай ойлайсың? Олар кішкене қателесті. Қателесті, иә? Айту жаңағы ережені айтқан кезде кішкене қателесті. Отыра қойыңдар балалар. Екінші топтан кім шығады? Шыға қойыңдар. Димаш және бірінші есепті айталым. Белгісіз азайғышты табу үшін Айман және азайғышты қосты. Айта отырыңдар. 14 алу 12 тең 2. Дұрыс. Димаш. Белгісіз азайғышты табу үшін Айман және азайғышты алды. Дұрыс. 6 қосу 13 тең 19. Балалар, бұл топтың тапсырмалары дұрыс сияқты. Қараңдаршы, 14 алу 12 тең 2, 6 қосу 13 тең 19. Дұрыс па? Қайынке бағалап жіберейікші. Неліктен бұндай баға қойдық? Өте дұрыс шығарды. Отыра қойыңдар. Олай болса, келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырма, барлығымыз жұмыс дәптерді алайық. Жұмыс дәптерді аламыз. Жұмыс дәптерімізді ашқан болсақ балалар, суреттегі тілді жылжыта отырып, не істеуіміз керек біз? Жаңа теңдеулер құрастыруымыз керек. Балалар, енді олай болса, қайынке балалар, тездетіп құрастыра қойық. Тездетіп құрастырамыз. Кім бітеді, қолды көтеріп отырады. Біткен оқушы қолды көтеріп отырады, мен көремін. Қай топтан қанша оқушы біткенін. Құрастыр біткен оқушы бар екен? Қолды көтеріп отырамыз. Тағы кім бітті? Тездесеміз балалар. Молодец. Екінші топтан Нұрислам бітті. Әр топтан бір оқушыдан оқып шықсаңдар не істейді балалар? Болады. Бірінші топтан. Бір есеп құрастырсаңдар жетеді. Балалар, көп есеп керек емес. Бір ғана есеп құрастырған сол жетеді. Олай болса, үшінші топтан біткен екен. Қазір қалай құрастырғанды оқи қой, Арсен. Алу 3 тең 4, тең 4 қосу 3, тең 7, 7 алу 3 тең 4. Өте жақсы, дұрыс құрастырылған. Димаш оқи қой өзіңдікі. Алу 1 тең 4, тең 4 қосу 1, тең 5, алу 1 тең 4. Өте дұрыс, жақсы шығарылған. Мына топтан кім оқиды өзінікі? Диана оқи ғой, Диана өзінікін оқи ғой. Алу 3 тең 4, алу тең 17 қосу. Дұрыс па? Қара, сенің шығарылуың дұрыс емес. Яғни сен қателестің. Өйткені сен айырмаға не істеуің керек еді? Азайтқышты қосуың керек еді мына жерде. Сен кішкене қателестің.
ережені, яғни сақтап не істей алмадың, дұрыстап шығара алмадың. Аха, дұрыс. Балалар барлықтарын шығарып болған сияқтысыңдар. Олай болса, қолды қоямыз. Қолды қойып, барлығымыз бері қараймыз. Балалар, сабақты қорыта келе, бағалау тақтасы арқылы бағаланатын боласыңдар. Мен сендердің барлықтарыңа бағалау таяқшаларын таратқан болатынмын. Барлығымыз өзіміздің таяқшамызды алып қоямыз қасымызға. Қастарына ала қоймыз. Алдық па? Енді таяқшаны алған болсақ, балалар, бағалау тақтасы арқылы бағаланатын боласыңдар. Яғни бүгінгі сабақта не түсіндіңдер, не қызықты болды сендерге? Жаңа қандай топта жұмыс істеген ұнады ма? Или жеке жұмыс істеген ұнады ма? Соны маған айтатын боласыңдар. Кәнеки, кім не түсінді балалар? Нұрислам. Мен бүгінгі сабақта белгісіз азайлы теңгенің шешуді үйрендім. Өте жақсы, сала ғой. Яғни жақсы түсінген болсаңдар, көк смайликке саламыз. Егер де кішкене шатасқан болсаңдар, қызыл смайликке саламыз. Ал егер мүлдем сабақ ұнамаған, қызықсыз болатын болса, онда сары смайликке салатын боласыңдар. Аха, тағы кім не түсінді? Бекасыл. Мен бүгінгі сабақта теңге шешуді үйрендім. Өте жақсы, сала ғой. Арсен. Мен бүгінгі сабақта теңге құрастыруды білдім. Өте жақсы. Бинат. Маған бүгінгі сабақта топтық жұмыс қатты ұнады. Жарайсың, сала ғой. Арслан. Мен бүгінгі сабақта белгісіз азайлықшы бар теңгерді шешуді үйрендім. Өте жақсы, сала ғой. Інжу. Маған бүгінгі сабақта жұмыс өте ұнады. Жарайсың. Нұрлыхан. Мен бүгінгі сабақта теңге құрастырып үйрендім. Жарайсың. Абдрахман. Жарайсың, сала ғой. Диана. Мен бүгінгі сабақта теңгерді үйрендім. Аха, сала ғой. Аха. Нұрдаулет. Мен бүгінгі сабақта топтық жұмыс істеген қатты ұнады. Өте жақсы, жарайсың. Димаш. Бүгінгі сабақта еркекке құрастыруды үйрендім. Жарайсың. Теңдеу құрастыруды үйренген екен. Кім? Айсұлтан айта ғой. Мен бүгінгі сабақта теңге шешуді үйрендім. Өте жақсы, сала ғой. Олай болса, балалар, барлығымыз сабақта түсінген сияқтымыз. Ал олай болса, сабағымыз осымен аяқталды. Белсенді қатысқандар үшін рахмет.